Кеш жарық тікелей эфирде жаңалықтар. Студияда Лейла Қазиақбарова. Бүгін хабарымызда. Екінші деңгейлі банктер мемлекетті сүлікше соруды доғарама. Надо кончать с этим. Надо эти банки лучше уничтожить и взять на себя, чем им платить. Почему мы должны частнику, который сам работает, зарабатывает, и еще и субсидировать? Ұлттық банкке қаржы ұйымының әр қадамын аңдайтын құзырет берілмек. Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам аудандағы мектепте білім күні даумен басталды. Мұғалімдер мектеп директорының орнынан кетуін талап етіп отыр. Ал ата-аналар балаларын басқа мектепте оқуға мәжбүр. Неге? Тараптарды мен Айза Төребекқызы тыңдадым. Форум айналасындағы дау Ақтөбеде жерлеу рәсімін өткізу құқығын тендер арқылы ұтып алған кәсіпкерлер әр адамды қою үшін 105 мың теңге сұрап отыр. Алайда тұрғындар онымен келіспейді. Олардың мұңын кім тыңдамақ? Анықтауға тырысқан мен Жақсыбек Кемал. Алматы қаласындағы 17 мың оқушы алғашқы оқу жылын өзге білім шаңырақтарында бастады. Олардың арасында мектеп дәлізін дәрісханаға айналдырғандары бар. Жағдайдың мән жайын мен Олжас Нұржақып айтатын боламын. Жекеменшік банктерді қаржылай қолдауды тоқтату керек. Банкроттан қорқудың қажеті жоқ. Бұл нарық. Бүгін парламент сессиясының ашылуына қатысқан президент Нұрсұлтан Назарбаев осылай деді. Және заң жүзінде ұлттық банктің құзыретін арттыруды тапсырды. Ал әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін сүрінбей тұрып, қайта пысықтау қажеттігін айтты. Мөлдір Бақытқызы тарқатады. Парламенттің 6-шы шақырылымы 3-ші сессияның жұмысы басталды. Яғни елде кезекті саяси маусымның шымылдығы түрілді. Конституциялық реформадан соң пәрмен артып бейнелеп айтқанда министрлер кабинетінің кілтіне болған парламент өкілдері биыл басқа қырынан жұмыс істеу керек. Ендігі министрлерде үкімет сағатына тыңғылықты дайындалуы тиіс. Әйтпесе депутаттар жол болсын деуге дайын отыр. Нәтижесі болмаса, сіз білесіз, министрға рахмет, басқа салаға жол болсын. Мысалы, мен үшін алдымен заңмен жұмыс жасау, заңды халыққа жеткізу. Егер соны орындамай жатса, оның нақты себебі болса, соған кінәсі болса, ол мәселені қарау кезекте. Президент банктерге бюджеттен ақша бөлуді тоқтату қажет дейді. Қит етсе елдегі қаржы жүйесін реттеу керек деген желеумен қазынаға қол салатын банк қожайындары бар. Бәрі олигархтар, оларды неге мүсіркеу керекпіз? Президент Америкада жылда 1500 мейрамхана банкрот болады, осыншасы қайта ашылады. Бұл нарық заңы деді. Банки все частные, работали, дошли до ручки, и теперь государство опять финансирует. Надо кончать с этим. Надо эти банки лучше уничтожить и взять на себя, чем им платить. Қаржы жүйесін бақылауды заңмен реттеу қажет, ол үшін ұлттық банктың құзыретін кеңейтуді тапсырды. Назарбаев БТА банкті мысалға келтірді. Қаржылық құйтырқылықтарға жол бермеу үшін ұлттық банк дер кезінде шешім қабылдау қажет деді. Когда они выводили деньги, где был Национальный банк, контролирующие органы? Когда они куда-то вкладывали, где был Национальный банк? А у Национального банка и сегодня нету таких прав. Мы должны дать, чтобы он жестко контролировал каждый банк. Как только ушел налево, останавливать и сказать, что мы у тебя отбираем лицензию, не умеешь работать. Или возврати. Я очень прошу депутатов внимательно этот пункт посмотреть. Бюджетке түсімдер азайды, мұнай металл бағасы арзан. Жаңа қаржы көздері қажет. Былтырдан бері салық кодекс қаралып жатыр. Аса маңызды заң жобасы. Салық саясатын реттеуді қайта оралған Досаев қолға алмақшы. Бұған дейін үкіметте 2 рет жол болмай отставкаға кеткен Досаевты тағы бір қиын сынақ күтіп тұр. Как раз Досаеву хочу обратиться. Идет кодекс, опять по-старым, надо внимательно посмотреть. Ал денсаулық сақтау министрі 2 рет ескерту естіді. Әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі шикідейді. Қосымша салық түрі деп кәсіпкерлер палатасы қатты қарсы шығып еді. Өзін-өзі жұмыспен қамтыған 2,7 миллион адамның сақтандыру қорына жарнаны қалай төлейтіні түсініксіз деді президент. Күнде айтып жүрсің, өтеміз деп. Қалай өтеміз? Последнее ваше предложение, давайте этих переведем на страховое, а этим давайте будем платить. А мыналар айтпаймын, мен не, тоқалдың баласын ба, анадан неге мен жаманмын? Айтпақшы, жазда жоғарғы палатаның 3/1 бөлігі жаңарды. Сенатор болғанын СМС арқылы білген Талғат Мұсабаев, одан бөлек тағы 15 адам жаңа маусымда заң шығаруға үлес қосады. Мөлдір Бақытқызы, Алмас Шулубаев, Астана телеарнасы.
Бүгін президент үкіметтегі тағайындауды түсіндірді. Жақында премьер-министрдің 2 бірдей орынбасары сайланған еді. Олар Асқар Жұмағалиев пен Ерболат Досаев. Президенттің айтуынша Асқар Жұмағалиев сандық Қазақстан бағдарламасын жүзеге асыратын болады. Оның әр министрлікте өкілі болмақ. Ал Ерболат Досаевтың негізгі жұмысы экономика, қаржы, елдің макроэкономикасы мен бюджеттің жартысы жұмсалатын әлеуметтік бөлікті қамтымақ. Президент жүктелген тапсырмалар қолдан келеді деп мәлімдеді. Қазақстан билігі Мьянмадағы жағдайға алаңдаушылық білдіреді. Мұны сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахманов айтты. Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымына тұрақты емес мүшесі бола отырып, бұл мәселені бұған дейін де көтеріп, халықаралық ұйымдардың араласуын сұраған. Осылай деген министр Мьянма билігін елдегі жағдайды реттеуге шақырды. Біз Мьянмада мұсылмандармен болып жатқан жағдайға алаңдаушылық білдіреміз. Мьянмада исламофобияның жағымсыз үрдісін байқап отырмыз. Осыған байланысты біз үшін ислам ынтымақтастығы сияқты ұйымдардың осы жағдайға барынша белсенді атсалысуы өте маңызды. Біз Мьянма билігін халықаралық құрылымдармен белсенді қызмет етуге шақырып отырмыз. Ал Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев Мьянмадағы ушыққан мәселеге Біріккен ұлттар ұйымы араласу керек деп отыр. Біріккен ұлттар ұйымы Мьянмада болып жатқан оқиғаларға өз тура көзқарасын білдіруі қажет. Соншама көп жазықсыз мұсылмандар қатыгез қуғын сүргіннен өліп жатыр. Мьянмада үкіметтік күштер мен рохинджа мұсылмандар арасындағы қақтығыс ушығып, 400 адам өлтірілгені хабарланды. Осылайша соңғы бір айда 3000-нан аса рохинджа ұлтының адамы қайтыс болған. Буддизмді ұстанатын ел билігі оларды террорлық ұйым басқаратын содырлар және өзге жақтан ауып келген босқындар ретінде санайды. Алайда рохинджа халқы өздерін осы елдің байырғы тұрғындарымыз дейді. Мьянма билігі оларға азаматтық бермей, дау осы кезде ушыққан. Ракхайн штатында шоғырланған ұлт тәуелсіздік алуды қалайды. Қазір билік күшінен әбден зәбір көрген халық босып жатыр. Ешбір ел оларды шекарасынан өткізуге құлық танытпай отыр. Ал Мьянма не журналистерді, не халықаралық ұйым өкілдерін елге кіргізбей жатыр. Елдегі сұмдық жағдайда Түркия мен Шешенстан президенті мұсылмандар геноциді деп атады. ақш пен Солтүстік Корея арасында текетірес күшейді. Пхеньян кезекті рет сутек бомбасын сынақтан өткізді. Бұл жолғы оқиға ақш президентінің ашуына тиді. Санкциядан бөлек бүгін Ақ үй алғаш рет мәселені әскери қақтығыспен шешу керек екенін басып айтты. Қазір оқиғаның тұтқыны Оңтүстік Корея, Жапония, Қытай. Пхеньянның кезекті зымыранының қуаты күшті болғаны сонша тіпті зілзала туғызған. Ол Қазақстан жеріне де жеткен. Тілші тарқатады. Солтүстік Кореяның кезекті рет ядролық қаруды сынақтан өткізуі бүкіл әлемді алаңдатты. Бұған дейін Жапония мен одақтастықты күшейтпеуді талап еткен Пхеньян билігі бұған дейінгі қаруды сол үшін ескерту екенін мәлімдеді. Алайда текетірес өрши түсті. ақш президенті Дональд Трамп Твиттердегі парақшасында Корея Халықтық Демократиялық Республикасына атом қаруын бағыттауға дайын екенін мәлімдеді. ақш барлық жолдарды қарастыратын болады. Солтүстік Корея мен кәсіпкерлік ынтымақтастықта отырған елдермен сауда нарығын үземіз. Трамптың бұл мәлімдемесі жаңа соғыс отын тұтатама деген қауіпті күшейтті. Бірақ қазақстандық саясаттанушы Досым Сәтбаев мұның барлығын америкалықтарды өзіне көңіл аударту үшін жасалып жатқан қадам дейді. Рейтингі төмендеген президенттің көздегені осы болса керек. Менің ойымша, осы Солтүстік Кореяға қатысты оның өжет әрекеттері өзінің рейтингісін көтеру, өзінің имиджін американдықтардың алдында көтеру мақсатында жасалып отыр. Ал мұның соңы не болмақ? Оны айту қиын. Бірақ Дональд Трамп бұл жерде жаңашылдық әкелген жоқ. Ол барлық ақш президенттері сияқты әрекет етіп жатыр. Егер ішкі саясатында құтқарғың келсе, сыртқы жауыңды тап. Сосын соның арқасында ел алдында ұпай жинап қал деген дүние тұр ғой бұл жерде. Ал қазір ол бұны Солтүстік Корея мен Иранның арқасында жасап отыр. Пхеньянның ядролық сынағы зілзала туғызды. Сеул билігі осылай деп мәлімдеді. Қазақстандық сейсмологтар оның қуаты жоғары болғанын хабарлады. Зілзала Алматыдан 299 шақырым жерде 25 шақырым тереңдікте болған. Солтүстік Кореямен болған мына соңғы жарылыс барлығынан ең күшті. Бұған дейін магнитудалар 5-те 3-тен жоғарламайтын. Бұл жердегі магнитуда 6, яғни 6-да 3. Демек бұл ең күшті де қуатты жарылыс. Пхеньян сутек бомбасын осымен 6-шы рет сынап отыр. Солтүстік Корея проблемасын бүгін Біріккен ұлттар қауіпсіздік кеңесінің мүшелері қарауға отырмақ. Тена Сапарқызы, Астана телеарнасы. Ал Алматыда сейсмик қауіптілігі жоғары 16 мектепте құрылыс жұмыстары аяқталған жоқ. Сондықтан 17 мың оқушы басқа мектептерде білім ала бастады. Олардың арасында мектеп дәлізін дәрісханаға айналдырғандар да бар. Олжас Нұржақып баяндайды.
Осы жылы қайта жөндеуге жіберілген 21 мектептің алғашқы оқу күніне тек 5-еу ғана берілді. Қалған 16-сы желтоқсан айына дейін тапсырылмақ. Білім шаңырағындағы оқушылар өзге мектептерге ауыстырылғанымен бұл қадамға ата-аналар көңілі толмайды. Оған себеп мектеп ғимаратының алыстығы, жеке транспорттың жоқтығы. Енді оңай емес қой, мен апарасың, әкелесің, мысалы жұмыстан сұранып келесің. Басқа ата-аналар бар, бір балаға 10 мыңнан жалдап жатыр. Енді сұмдық қой былай қарасаң. Негізінде өкімет тарапынан автобус шығару керек қой, мысалы балаларға. Я сейчас направляюсь за внучкой, которая училась в этой школе. Мен қазір осы мектепте оқыған немеремді алып келуге шықтым. Білім қабырғасын қазан айында аяқтаймыз деп уәде берген. Бірақ күмәнім бар. Кішкентай бүлдіршінімізді 65-ші мектепке орналастырды. Ал 5-ші сыныптан жоғары оқушыларды 63-ші мектепке ауыстырды. Екі жақтағы немерелерімді алып қайту қиынға соғып тұр. Ал мына әуесқой түсірілімде оқушылар мектеп дәлізін дәрісханаға айналдырған. Әрине оқу ғимаратына сыймағандықтан саналарын осылайша жаңғыртпаққа бел буыпты. Қай мектеп, қайсы сынып екендігін анықтамақ болғанымызбен нақты жауап таппадық. Қалалық білім басқармасындағылар тек сейсмик қауіптілікке арналған құрылыс жұмыстарының не үшін қажеттігімен шектелді. Атап айтқан кезде біріншіден тіреуіш конструкциялық құрылғыларды сейсма бекіту, инженерлік желілерді ауыстыру, әрлеу жұмыстары және сонымен қатар мектеп аумағын абаттандыру болып табылады. Мектеп әкімшілігі тарапынан ата-аналарға осы басқа мектептерге орналасу бойынша қосымша түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Осылайша бір ғимаратта 2 мектеп 2 ауысыммен жұмыс істеп жатыр. Бірінде бала сыймай жатса, енді басқасында жағдай тәуір. Мектеп басшылығы мен ұстаздары күн сайын ата-аналарға түсіндірме жұмыстарын жүргізіп әлек. Дей тұрғанмен қауіптілікті жою үшін амалсыз күтуге тура келеді. Олжас Нұржақып, Медет Исапанов, Астана арнасы, Алматыдан. Оңтүстік Қазақстан облысында бір мектептің ұжымы жаңа оқу жылын айқай-шумен бастады. Сайрам ауданына қарасты нөмірі 49-шы Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектеп мұғалімдерінің басым бөлігі қазіргі директордың орнында қалуына наразы. Айтуларынша, соңғы 10 шақты жылда білім көрсеткіші жағынан алдыңғы 10-қа кірген мектепте білім сапасы күрт төмендеп кеткен көрінеді. Тараптардың пікірін тыңдап қайтқан әріптесім Айзада Төребек қызы тарқатады. Дәл алғашқы қоңырау соғылған күні ағынан жарылғандар Сайрам ауданына қарасты Әсіларық ауылы Шоқан Уәлиханов мектебінің оқытушылары. Ұстаздардың басшылыққа қарсы шығуына директордың соңғы 3 жылда алым салықты тым жиілетіп жіберуі себеп көрінеді. Айтуларынша 3 жылдан бері қызмет атқарып жүрген директор тексерушілер келсе болды, ақша жия бастайды. Орта есеппен, мысалы 80 мың салып кететін болса, соны 50 мұғалімге шағады. 1200 ай сайын емес, бір айда сіз келеді, бір айда өрт сөндіруші келеді, бір айда сондай жан-жақтан тексерулер келеді. Педагогтар соңғы рет мемлекеттік аттестацияға 40 мың теңге жинағандарын айтады. Кейін оның 15 мыңы кері қайтарылған. Бірақ білулерінше мектеп сынақтан өтпей қалса керек. Мұғалімдер енді әрқайсымызға 25 мыңын қайтарып берсін деген талап қойып отыр. 25 мың теңгеден 50 мұғалім беріп отыр енді шамамен да. Оны санайтын болсаңыз 1 миллионнан асатын ақша, 1 миллион 350 мың ба сондай да. Сол ақша қайда кетті, жауабы қайда? Одан кейін біз осы аттестациядан өттік пе, өтпедік пе? Оның жауабы нақты әлі айтылған жоқ. Мұғалімдер үшін жұмбақ болып тұр. Ауыл биі тұрғындардың кейбірі баласын ауыл мектебінде оқытудан бас тартып отырғанын айтады. Кейбірі ауыстырып та үлгеріпті. Бұған мектептегі мұндай ырду-дырдудан соң білім сапасы тым төмендеп кетуі себеп болса керек. Бірақ ауыл тұрғындарының өздері айта қоймады. Бұлар айтады, директор, бұл директор дейді. Бұл жерде директор болмаса, бұл мектепте дейді, сабақ беріп болмайды дейді. Мен баламды мектепке бермеймін дейді. Бұл халықтың пікірі ме қазір? Бұл халықтың пікірі мені. Балаларыңыз мектепке бермейді? Маған мен уже ана жерге барам, мына жерге барам, бәрін olsun. Мен алдында оны ана әкімшілікке де ескерттім. Біздің ауылдың директорын ауыстырсын. Тоқетерді. Мектепте оқушы саны азайып кеткенін директордың инновация жөніндегі орынбасары да теріске шығармады. Дегенмен бала санының оқу жылы енді басталуына байланысты айта алмады. Ал мектеп басшысы мұның бәрі жала деп отыр. Қатера Жұмабектің айтуынша басшылыққа келгелі мектептің саналы тәрбие мен сапалы білім берілуіне күш-жігерін аянып қалмаған. Ақша жияды дегендерде дәлелсіз, ал наразылық білдіріп отырғандар өзіне өкпелі кісілердің ісі деп біледі. Мен енді жұмыс барысында көрсетілген нәрселер, наразышыл кісілер өткен оқу жылында жаңа жыл 8-9-11 сынып оқушылары жаңа жылдық кешті қарсы алып отыр. Барлық балмаскрат болып атқан, бірақ көрші кабинетте мұғалімдер есікті іліп алып, ішінде ешкімдік ішіп отқанын мен өз көзіммен мені қойылды. Соған наразы.
Облыстық білім басқармасынан бұлдауға байланысты қандай да бір ақпарат алу мүмкін болмады. Анықтағанымызда әзірге басқармаға ата-аналар мен оқытушылардан ешқандай арыз шағым түспеген. Тек Сайрам аудандық білім бөліміндегілер бұл жағдайға байланысты қызметтік тексеру жүргізілетінін айтты. Айза Төребекқызы, Серік Талас, Сасын арнасы, Оңтүстік Қазақстан облысынан. Өлген адамды жерлеу құны 105 мың теңге. Оған жердің ақысы қабір қазу мен көму қызметі кіреді. Бүгін Ақтөбе іргесіндегі Қурайлы ауылының халқы бұған наразылық білдірді. Жақсыбек Кемал тарқатады. Бұл жерде екі дін өкілдерінің қорымы қатар орналасқан. Алайда екеуіне ортақ бір мәселе. Бұдан біршама уақыт бұрын ауыл тұрғындары үшін беймәлім біреулер келіп, жерлеу рәсімін өткізу құқығын тендер арқылы ұтып алған. Енді олар қайтыс болған әр адамды жерлеу үшін 105 мың теңге сұрап отыр. Алайда тұрғындар онымен келіспейді. Ақтөбе қаласының іргесіндегі Қурайлы ауылында 6 мың шамасында тұрғын бар. Мұндағы мұсылман қорымы 13 жыл бұрын ғана ашылған. Алайда қазірдің өзінде толуға жақын. Сондықтан аумағы кеңейтіліпті. Бұған дейін тұрғындар аумағын қоршап басына күзетші қойғандарын айтады. Оның қызметімен қорым аумағын күтіп ұстау үшін жерлеу рәсімін өткізетін әр отбасыдан 5 мың теңгеден алған. Одан бөлек қаралы үй қабір қазушыларға 20-25 мың теңге ғана төлеп келіпті. Қарсымыз біздер бұған. Жерді бизнес қылған не деген масқара бұл. Далаға көме ма? Ескі аулаға көмеміз енді әгөрет екпесе де. Әгөреттің жері бар, енді балдарымызға соны айтамыз. Тұрғындар бұған дейінде наразылық білдіріп, 1000 адамның қолын жинаған. Одан бері бір айға жуық уақыт өткенмен жергілікті әкімдіктен жауап жоқ деп налиды. 5 мың теңге таба алмайды. Мен төке 5 мың теңгем жоқ, маған бұлайша да жерді қоя берейін дейді. 5 мың теңге қоя алмағасын, мақсат беріп, босқа қоя бер деп. Сол 5 мың теңгені қоя алмай жүргенде дүзді 5 мың теңге қайдалады. Мынаны сатып алғаннан кейін, бұның бәріне бұл жаңа қажыр алар қол жеткен жерден бұл ағай баға жаңағылар. Ритуальный услугтың адамдар бәрін қояды да, мен 2-3 жылға толтырады мынаны. Өзі мына консервацияға жасайды. Басқа жерді ашпаймыз, сонда біздің қоятын битіміз болмайды. Бізге қорымды уақытша пайдалану құқығын иеленген кәсіпкерді тауып сөйлесу мүмкін болмады. Ал ауыл әкімі орнында жоқ. Бас маманы болса, кәсіпкермен келісімді қайта қарайтындықтарын жеткізді. Осы ауыл тұрғындарының кездесуімен жиналыс болды. Содан наразылықтарын білдірді, осы баға жөнінде, басқа жөнінде. Соны қайтадан қарастыруды мойындарына алып кетті. Қайтадан қарастырып, осы сельский округтың бағаларын сосын өздерінің шешімдерін айтады. Ауылдық округ аумағындағы 7 қорымды жеке компания сенімгерлік бақылау арқылы басқармақ. Дегенмен тұрғындар пікірімізді әкімдіктегілер ескеріп, оң шешім шығарар деп үміттенеді. Жақсыбек Кемал, Нұркен Жалмұхан, Астана телеарнасы, Ақтөбе. Өзге де тақырыптар. Экспо көрмесінің жабылу жақындаған сайын келушілер саны да арта түскен. Тек жексенбі 75 мың адам келген. Бұл рекордтық көрсеткіш. Ал жалпы 10 маусымнан бері көрмені 3 525 291 адам тамашалап үлгерген екен. Көрме алаңында түрлі шараларда өткізіліп жатыр. Бүгін ОПЕК, яғни мұнай экспорттаушы елдер ұйымының күні аталып өтті. Жиынға аталмыш ұйымның қоғаммен байланыс департаментінің басшысы Хасан Абдулхамид және бір топ делегация мүшесі арнайы келген. Оның айтуынша, Қазақстан бүгінде әлем басы ауыртып отырған мәселені көтеріп отыр. Сондықтан болашақтың энергиясы тақырыбы кейінге қалмауы тиіс. ОПЕК-тің басты миссиясы ұйымға мүше елдердің мұнай саясатын үйлестіру болып табылады. Сондай-ақ мұнай нарығын тұрақты ету де біздің міндет. Біздің ұйымның осындай деңгейдегі көрмеде жеке күннің аталып өтуі зор мақтаныш. Тобыл өңіріндегі құсмұрын көмір тілімінен мамонттың азу тісі табылды. Палеонтологиялық құндылық облыстық өлкетану музейінің қорына тапсырылды. Алып жануардың азуы көмір қазу кезінде табылған. Тасқа айналған көне қалдықты кәсіпорынның техникалық директоры Антон Филиппов музейге алып келген. Қызметкерлерінің айтуынша азу тістің салмағы шамамен 60 келіге жуық. Көмір тілімінен табылған ірі тіс 18-20 мың жыл бұрын аймақта мекендеген жүнді мамыттарға тиесілі болуы мүмкін. Бағзы дәуір фаунасынан сыр шертетін экспонат енді музей қорында сақталады. Жарық пен оттек әсерінен бүлінбес үшін арнайы химиялық құрамдармен өңделеді дейді мамандар. Жүнді мамонт қалдықтары біздің жақта жиі кездеседі. Соған қарағанда алып жануарлар біздің аймақта көп болғанға ұқсайды. Алайда көне қалдықтардың көбі нашар сақталған. Ал көмір тілімінде табылған азу тісті арнайы өңдеуден өткіземіз. Егер экспозициялық құндылығы тәуір болса, келушілер назарына ұсынылады. Ал нашар болса, әрмен қарай зерттеліп,
музей қорында сақталады. Бүгінде саусақ пен санарлық балалар әдебиетінің қатары тағы бір құнды кітаппен толықты. Астана қаласының тарихынан сыр шертетін заманауи кітап ел жүрегі ажарлы қала Астана деп аталып отыр. Оның авторы осыған дейін Алматы қаласының 1000 жылдығына орай осындай кітап жазып шығарған Зәуре Төреханова. Туынды рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында жарық көрді. Кітапта қаланың Бозақтан Астанаға дейінгі қызықты ғаламтор беттерінде жарық көрмеген тарих айтылады. Шығарма қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде шыққан. Оның құрылымы да айтарлықтай жеңіл болу үшін оқырманға Ая есімді робот көмектеседі. Біліктілігін жетілдіру үшін қосымша ойындар да қарастырылған. Кітап тек балалар қауымына емес, шетелдік қонақтарға да тамаша тарту болар еді дейді туынды авторы. Кітап жақын арада мектеп кітапханасының сөрелеріне де қойылатын болады. Назарбаев зияткерлік мектебіне, осы жай ғана гимназия мектептерге барып, балалармен сөйлесіп, олардың қала жайындағы пікірлерін танып біліп, және осы пікірлердің барлығы, осы көмек көрсеткен адамдардың барлығы, олардың ой пікірлері осы кітапта қамтылған, және барлық оқырман қауымына өте қызықты, пайдалы мәліметтерге тола деп айта аламын. Біздің жас буындарға арналған әдеби құралдар өте аз, өздеріңіз білесіздер, сондықтан да мынау Астанамыз туралы, елордамыз туралы осындай жеке бір туындыны шығару қолға алынған болатын. Елордамыздың тарихы жастарға, көбінесе оқушы балаларға арналған деп айтуға болады. Қазақстандықтар кітап оқуда әлемдік статистикаға кірмейді. Жамбылдағы жасотандық жастар Шохан Уәлиханов әмбебап ғылыми кітапханасында өткен Кітап Толкс тақырыбындағы интеллектуалды кеште осыны айтып қынжылды. Ал әлемде кітапты ең көп оқитын ел ретінде Үндістан көшбасында келеді. Орташа есеппен алғанда олар бір күннің 10 сағат 42 минутын кітап оқумен өткізеді. Одан кейінгі орында Таиланд тұрса, үздік үштікті қытайлықтар толықтырып тұр. Кітап құмар жастардың басын қосқан жиын Жас отан жастар қанатының ұйымдастыруымен облыста алғаш рет өтіп отыр. Бас қосуға келгендер өз тәжірибелерімен бөлісті. Басым бөлігі студенттер. Кітап Толкс Еуропа елдерінің тәжірибесі. Ол TEDx форматындағы жиын. Яғни ол өз біліміңді өзгемен бөлісу, кітап таңдаудағы тиімді жолдарды көрсету. Кешті Жас отан жастар қанатының төрағасы Уәлихан Болатбек жүргізді. Жалпы бұл шараны айына бір рет өткізу жоспарланып отыр. Әртүрлі спикерлер шақыратын боламыз. Әртүрлі спикерлер әртүрлі тақырыптарда жалпы кітапқа байланысты өз ойларын білдіретін болды. TEDx дегеніміз жалпы Европада басталған дүние. Қазір TEDx Алматы, TEDx Астана деген сияқты арнайы лекциялар болып өтеді. Енді біз Кітап Толкс деп алып отқанымыз бізге негізгі кітап туралы ой айтылатын болады. 4-ші алтын тұлпар аламан бәйгесінің жеңімпазы анықталды. Жамбыл облысының Самал атты жүйрігі барлығын шаң қаптырып кетті. Ол осыдан 2 жыл бұрында жеңімпаз атанған. Алтын тұлпардың бас бәйгесі 10 миллион теңге. Алдыңғы келген 9 жүйрікке де қаржылай сыйақы берілді. Нұр Отан партиясының бастамасына Самұрық қазына Траст әлеуметтік жобаларды дамыту қоры демеушілік білдірді. Алтын тұлпар аламан бәйгесі ұлттық спорт түрлері қауымдастығының ұйымдастыруымен Экспо 2017 халықаралық көрмесі аясында өтті. Олардың айтуынша биылғы сайыста бір айналым қысқартылып 7 шақырымды құраған. Бәйгеге 14 облыстың әрқайсысынан 10 сәйгүлік қатысты. Жылда өтетін дәстүрлі бәйге ғой. 51 шақырымға арналған қазақы дәстүрлі. Біздің енді бұл бәйгенің негізгі мақсаты қазақ аттарға арналған. Өйткені ұзақтыққа осындай былайша айтқанда полевой условияда шабуға арналған біздің өзіміздің қазақ тұқымдарды, қазақ аттарды шығарайық, өзіміздің дәстүрлі бәйгемізді жандандырайық деген мақсатта осындай ұйымдастырылған болады.
Германияның Гамбург қаласында бокстан әлем чемпионатына қатысқан Қазақстан командасы елге оралды. Спортшылар 6 медаль олжалап қайтты. Жалғыз алтын медальді шымкенттік өрен Қайрат Ералиев еншіледі. Олимпиададан кейін бокс құрамасы 70 жаңарды. Сол себепті өте жақсы өнер көрсеттік дейді ұлттық құраманың бас бапкері Мырзағали Айтжанов. Қайрат Ералиевтің алтын медалінен басқа Әбілхан Аманқұлов пен Қамшыбек Қонақбаев 2 күміс еншіледі. Ал Василий Левит, Жомарт Ержан және Аблайхан Жүсіповтер қоланы қанағат тұтты. Бүгінге айтарымыз осы. Орыс тілдегі жаңалықтармен әріптесіміз Сандуғаш Сұлтан таныстырады. Ал бар ақпарат Астана TV.kz сайтында. Амандықта жүздесейік.